Сәлем достар, сізбен бірге адвокат Таир Насханов. Бүгінгі біздің тақырыбымыз, егер сіздің бизнеске қылмыстық іс қозғалса, не істеу керек? Ең алдымен дұрыс бизнес адвокат іздеңіз. Ол сізге түсіндіріп береді, не істеу керек, қандай документтер жинау керек, серверді басқа офистен басқа жерде сақтаңыз. Документтерін, көшірмелерін басқа жерде сақтаңыз. Неге? Өйткені тергеуші келгенде тінтумен ол бәрісін, документтерін, компьютерлерін, бәрін сыпырып тастап алып кетеді. Сосын сіз қалай жұмыс істейсіз? Сосын сіз қалай өзіңді қорғай аласыз? Салық қылмыстар өздерінің тергеу амалдары бар. Мысалы, бүгін біз сол туралы айтайық. Егер тергеу басталса, не істеу керек? Ең алдымен қараңыз, ол сараптаманы жүргізіледі. Сараптаманы тағайындайды. Менде бір іс болды. Менің клиентім әуежай компанияның бухгалтері болды. Бірақ оған айлық төлемей, сосын ол кеп қалды. Инспектор келді салық комитетінен. Анау директор не істеді? Ол инспекторге көмектеспей, бәрін документтерін білмеймін бір жерге білмеймін не істеді, әйтеуір көрсетпеді. Компанияны бір айдалада көшеде жүрген бейтаныс адамға сатып жіберді. Сосын салық инспекторы тексеріп, бәрін жасап, қарап жатыр банкте. Ақша түскен нелерін көріп тұр, бірақ қай жерге ақша кеткені, қандай документтері, не үшін ақша төленді, оған документтер берілген жоқ. Сондықтан соңында ол 2 миллиардқа салық хабарламасын жазды. Директор оны мән бермей, соттаспай, сосын оны қараусыз қалдырды бұл нәрсені. Инспектор не істеді? 30 күн күтті, сосын тергеуге тапсырды бұл хабарламаны. Сосын қызық басталды. Мен іске кіріскенде сонда ол сараптама болды 2 миллиардқа. Біз документтерді сұрадық директордан. Қайда документтер, қай жерде? Ол маған ештеңе айтпай кет қалды. Мен оған офиске келдім, документтерді көрсетіп, мен сізге көмектесейін деп келдім деп айттым. Жоқ, ештеңе болмайды, бәрібір. Ал менің бухгалтерім, ол дәл сол мерзімде, дәл сол тексеру барысында, тексеру кезінде, сол кезде жұмыс істеген. Әрине, жауапкершілігі 12 болды. 12 және директордың. Бірақ директор түсінбеді. Біз не істедік? Біз әуе комитетіне және аудит компанияларға бардық. Аудит компанияларға неге? Өйткені ол акционерлік қоғамы. Әр жылда олар документтерді тапсырған. 3 жылдың ішінде документтерін тапсырған. Біз оны жинадық, көшірмелерін жинадық, әуе комитетінің документтерін жинадық. Әйтеуір 1000-нан астам документтерді болды біздің қолымызда. Сосын мен жеке сарапшыны тауып, оған документтерін беріп сұрадым. Мына документтер осы ақшасын жұмсағанына ол дәлел бола ма, болмай ма? Қарады сарапшы, қорытындысында жазылды. 2 миллиардқа бәрі түсініктемелер бар. Документтермен бәрі жабылып отыр. Мен оны тергеушіге көрсетіп, енді жаңа сараптаны тағайындаңыз деп сұрадым. Енді тергеуші бас тартты. Сол кезде тергеу судьялар жұмысты бастады. Ол 2015-2016 жылда болған. Мен тергеу судьяға документтерін көрсетіп сұрадым. Сіз жаңа сараптамасын тағайындаңыз деп. Ол қарады, сосын сараптамасын тағайындалды. Сосын қараңыз, жаңа сараптамамен 2 миллиардтан біз 42 миллионға түсірдік. Бірақ бәрібір іс сотқа барды. Бірақ біз сот отырысында сол дәлелдедік. Екінші сараптаманы дәлелдедік. Итогта не болды? Соңында менің клиентім
бухгалтер. 5-7 жыл алмай амнистияға кетіп қалды. Менің арқасымен анау директорды кетіп қалды амнистияға. Сосын қараңыз өзіңіз, егер сізге адвокат керек болса, сізге жақсы результат керек болса, кәсіби адвокат сізге көмектесе алады. Сізбен бірге адвокат Таир Насханов болды. Егер сізге ұнаса, менің каналыма жазылыңыз. Сау